Мүмкін сізде де кішкентай кезіңізде немесе қазірдің өзінде қараңғы бөлмелерден, қараңғы көшелерден қатты қорқатын шығарсыздар. Және оның себебі қараңғылықтың өзі емес, қараңғылықтың ішіндегі нәрселер негізінде. Бірақ жарық болса не үшін қорықпаймыз? Мынадай қорқынышты жарықтар шығып қала ма деп кез келгені қорқады. Немесе мынадай ситуациялар. Иә, шынымен де қорқынышты, егер қараңғы бөлмеде бір өзіңіз серуендеп жүрсеңіз. Бірақ жарықты жағып қалсақ, не үшін сол бөлмеден кәдімгідей жүре береміз қорықпай? Және не үшін бізде қараңғыдан қорқыныш бар? Кішкентай кездерінде балалар негізінде елестер, бүжайлар шығып қала ма деп қараңғылықтан қорқады. Ал өсе келе адамдар қараңғылықтан қорқады, бірақ не үшін қорқатынын түсіндіріп бере алмайды. Яғни бір нәрседен қорқады, бірақ не үшін екенін түсіндіріп бере алмайды. Және кейбір адамдар бар, қараңғылықта ұйықтай алмаймын деп жарық бөлмеде ұйықтауды жақсы көреді. Яғни жарық бөлмеде ұйықтайды. Бірақ оның зиянды екенін көбісі біле бермейді. Мүмкін сіздер де жарық бөлмеде ұйықтаған жақсы көретін шығарсыздар. Ескерте кетейін. Адамзаттың көп жылдық тарихында әдетте адамдар түнде ұйықтайды. Бұл біздің генде сақталып қалған нәрсе. Сондықтан ми адамдар қараңғы кезде ғана ұйықтайды деп ойлайды. Ал жарық кезде ұйықтағанда жарықтан қорғану үшін денеміз мелатонин бөледі. Бірақ демалып, яғни ұйықтап жатқан денеге мелатонин үлкен зиянын тигізеді. Демалып жатқан дене үшін мелатонин дененің тез қартаюына және стресске әкеледі. Депрессияның өзі денеден өте көп аурулар алып келеді. Енді жаңағы қараңғылыққа келейік. Кез келген адам ішінде кішкентай болсын қараңғылықтан қорқады, және бұл ұялатын нәрсе емес. Қайта қараңғылықтан қорқудың өзіндік бір пайдалары бар. Қараңғы кезде қорыққанымыз үшін біз қараңғы кезде аяғымызды аңдап басамыз, және қараңғы кезден қорыққанымыз үшін біздің рефлексіміз кәдімгі кезден едәуір жоғары жұмыс істейді. Енді неге деген сұраққа жауап берейікші, біз не үшін қараңғылықтан қорқамыз? Және бұл сұрақтың жауабын алу үшін бізге тарихқа көз жүгіртуге тура келеді. Және тарихқа көз жүгіртейікші. Адамзатта дәл қазіргідей жағдайлар бұрынырақ болған жоқ. Қазіргідей жарық бұрынырақ болмады, я оттан басқа. Бірақ от өшеді ғой. Үңгірлер қараңғы болатын. Оның үстіне адамдар табиғаттағы ең күшті жаратылыс емес. Оларға жыртқыш қасқырлар, жолбарыстар, одан басқа да жыртқыш жануарлардан қорғану керек болды. Қараңғыда түнде адамдар қатты қорқатын, өйткені жаңағы жыртқыш шабуыл жасай ма деп. Сол нәрсе адамның генінде сақталып қалған. Және қазірге дейін адамдардың түйсігінде қараңғы кезде қорқу эмоциясы бар. Және өте жақында ғалымдар, кейбір адамдар не үшін өрмекшілерден қатты қорқатыны туралы зерттеу жұмыстарын жасаған. Сол кезде мынаны тапты. Ол да осыған ұқсайды. Кезінде біздің ата-бабаларымыз үйлері жоқ болған кезде, мүмкін үңгірлерде немесе бір жерлерде тұрған кезде өрмекшілер, улы өрмекшілер оларды көп өлтірген екен, көп шаққан, көп өлтірген. Сол нәрсе біздің генде сақталып қалған екен. Яғни жаңағы ата-бабаларымыз өрмекші көрген кезде, кішкентай өрмекшіге ұқсайтын нәрселер көрген кезде дереу сол нәрседен қауіптенетін, қорқатын болған екен. Сол нәрсе біздің генде сақталып қалған екен. Ал психологтар кішкентай балаларды қараңғыда қорықпастарын үйрету үшін ерте жастан бастап оларға қараңғыдағы ең қауіпті нәрсе өздері екендігін түсіндіру керектігін айтады. Яғни қараңғыдағы ең қауіпті нәрсе кішкентай баладан басқа еш нәрсе қауіпті болмайды. Ал сіз қараңғыдан қорқатын болсаңыз, Илон Масктың мына сөзін жай еске алыңыз. Ол айтады, қараңғылық жай ғана фотонның жоқтығы. Ал фотонның жоқтығынан қорқу ол кішкене әбестікке жатады. Ал кейбіреулер мүмкін қараңғыдан елестерден қорқатын болар. Бірақ бұл жай ғана галлюцинация екенін түсінуіңіз керек. Біздің миымыз компьютер сияқты программаланып қойған. Мысалы, компьютерді алсақ, сурет жасаймын десеңіз, және суреттің тек 20% ғана көрсетсеңіз, компьютер ошибка деп қате екенін айтып, оны толықтай түсінуге тырысады. Адамның миы да қараңғы кезде айналадағы тек 20% жарықты көріп қалған 80%-ы өзінше түсінуге тырысады. Және жаңағы 80% түсініксіз кеңістікті өзі толтыруға тырысады. Жаңағы 20%-ға қарап тұрып, сосын кейбір адамдардың елестеп жүрген нәрселері пайда болады. Оны ми өзі құрастырады. Негізі шынымен де адамның миы
ерекше жаратылыс. Сонымен келесіде қараңғыдан қорқатын кезде немесе қараңғы көшеге, қараңғы бөлмеге кірген кезде қараңғыдан қорқуды жай ғана түсініңіз. Ол сан ғасырлардан бері келе жатқан адамзаттың генінде сақталып қалған жай ғана түйсік, және қараңғыдан қорқудың да көп пайдалар бар екенін біліңіз. Ал біздің видеомыз тамам соңына жетті, және қараңғыдан қорқатын достарыңыз болса, таныстарыңыз болса, немесе елестерден қорқатын таныстарыңыз болса, оларға осы видеоны көрсетіңіз. Олар да қорықпай жүрсін, қараңғы бөлмеге кірген кезде қорықпай жүрсін. Және видеоны аса лайк қойып, немесе ұнамаса дизлайк қойып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.